Сәлеметсіздер ме достар, өте қысқаша түрде салық режимдері туралы. Қазақстан Республикасында салық режимдерін екі топқа бөлуге болады. Бұл жалпыға ортақ салық режимі және екінші арнайы салық режимдері. Жалпыға ортақ салық режимін шағын, орташа және ірі кәсіпкерлік субъектілері қолдана алады. Ал арнайы салық режимін тек қана шағын кәсіпкерлік субъектілері қолдана алады. Екіншіден, арнайы салық режимінде жұмысшылар саны бойынша және тапқан кірісі бойынша шектеулер мемлекет бекіткен. Яғни бұл шектерден шықса, арнайы салық режимін қолдануға одан әрі болмайды. Ал жалпыға ортақ салық режимінде жұмысшылар саны бойынша, тапқан табысы бойынша шектеулері жоқ. Үшіншіден, арнайы салық режимдері бойынша салық мөлшерлемесі төмен және де бухгалтер есепті жүргізу міндетті емес. Ал жалпыға ортақ салық режимі бойынша бухгалтер есеп жүргізу міндетті және салық ставкалары жоғары.